қазір көз ойысында кішкене күздің вайбы болсын деп осындай бір видео салайын деп ойлап түсіріп отырмын. Сырының көзін саламыз да аузын саламыз. Келесі көзі. Ой, мына жері кішкене шрифті. Қазір дәл былай істеп кетір. Көтерілген болып кеткен сияқты да. Несіне дәл ұқсату міндет емес. Шәл ұқсаса болды. Аға, мынасын бар ғой, иә. Қалай еді, мен уже ұмытып та қалдым. Осылай жылжытайық. Және де жалпы суретті қазір ортасына қарай қойайық. Былай. Былай шығар. Сәл үлкейтейік. Да, болды. Енді мынаның непрозрачность дегенді азайтамыз. Сосын үшінші слойда басқа қалам таңдаймыз. Мен письмо дегенді таңдаймын. Қазір көреміз. Ой, мен түсті тағып осындай түсті тағып. Негізінде менде мында бүкіл түс жоқ. Ой, қалам түрлері жоқ. Мен қалайтын. Шын айтсам, оларды қалай алу керек екенді білмеймін. Негізі неден қарап көру керек еді. Өйткені басқалардың видеоларын қараған кезде олардың мұндай нелер көп та қаламдары. Енді
өзі андай дыбысы жағымды болсын деп мен не неткем ғой. Матовый пленка алғам ғой. Соны бірінші рет салып отырмын. Қызық болып тұр, бірақ енді дәл андай не сияқты емес. Wildberries-тан алғам.
ушундай замкус кылайлы деп билбейм. Мындай кылайын. Қалай істей аламыз, солай істей салайық. Былайша жаман емес сияқты.
кішірейтейік былай. Ой. Соңғысы қалды. Негізінде мен андай не сатып алғам ғой, басында айттым ғой, пейперлай матовый не деп, и ол андай да типа многоразовый. Шынды айтсам, бірақ оның мынандай істерін қылып қойып жатыр, білмей тұрмын, вообще тағу керек, кейде тақпау керек ондай. Өйткені камерада көрініп тұр негізі. Артынан видеоны редактировать еткен кезде көремін, тікелесте тағам ба тақпайым ба. Енді андай көздерін бояйық. Көздері мен ауыздарын.
ширикнамай қалды өйткені. Енді алдымен негізі мындайларын істеп алайын қазір. Бізде мына жерде демек болады. Енді мындай тен жасасам болады. Уж кішкене үлкейтейік, та негізі маған жасайықшы. Жоқ. Қазір істеп көрейік. Енді мына дегенді алайық қайтты.
әдемі дегенді алайық. Так, кішірейтейік. Шынды айтсам қалай салғанымды қарамаппын. Жоқ. Онша емес. Аха, болдық. Міне осындай қыз қабақтар болып шықты сіздерге. Бұландай күздің атмосферасын сезінуге мүмкіндік берді деп ойлаймын. Ендеше видеоны аяқтайық.